Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сіздерге жақсы көңіл күй тілеймін. Яғни сабағымызды жақсы өткіземіз бүгін. Олай болса, үй тапсырмасын қазір сұрау барысында Learning Apps платформасы арқылы қазір үй тапсырмасын сұраймыз. Яғни үй тапсырмасын сұраған жауап берген кезде мына жердегі сілтемені басу арқылы балалар мынандай тапсырма шығады. Осы тапсырмаға мына жерде тұрған кез келген санды басқан кезде сөз шығады. Сол сөздерді бүйректің құрылысына апарып не қыламыз, барып орналастырамыз. Яғни орнын тап ойыны арқылы үй тапсырмасын пысықтаймыз. Әрмен қарай төрт сурет бір сөз тәсілі арқылы балалар мына жерде сурет бейнеленіп тұр. Сіздерде осы төрт сурет бір сөз тәсілі арқылы қазір біз жаңа сабағымызға енеміз. Олай болса, мына суреттерді қазір сөйлетіп көреміз. Яғни суретті сөйлеу арқылы біздің бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы ашылады. Олай болса, балалар кинометафора әдісі арқылы әрмен қарай осы қандай тақырыпты бүгін өтеміз, сол туралы көбірек мағлұматты алып жіберейік. Яғни кинометафора әдісі бүгін әрмен қарай біздің жаңа тақырыбымыз ашылады. Бүгінгі жаңа тақырып бөліп шығару жүйесінің гигиенасы балалар. Бүгінгі сабақтың мақсаты бүйрек және зәр шығару жүйесінің ауруларын алдын алу жолдарын түсіндіру. Сабақтың жалпы мақсаты бүйрек және зәр шығару жүйесінің ауруларын түрлерін біледі. Одан кейін бүйрек және зәр шығару жүйесі ауруларын пайда болу себебін сипаттайды. Бүйрек және зәр шығару жүйесі ауруларын алдын алу жолдарын түсіндіреді. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын құндылықтар әр адамның еңбегі мен қадір қасиетін әділ бағалау, оның жеке басына құрмет көрсету және қарым-қатынаста сыпайылық таныту қағидатын басшылыққа ала білу. Қаржылық, материалдық және уақыт ресурстарын ұтымды және ұқыпты қолдану. Енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымызды тереңірек түсіну үшін мен сіздерге PISA тапсырмасын беремін. Яғни бөліп шығару жүйесі гигиенасына байланысты PISA тапсырмасын орындаймыз. Мына тақырыпшаны мәтінді оқып аламыз бірінші. Одан кейін мәтінді оқып болғаннан кейін сіздерде бірнеше сұрақтар шығады. Яғни бірінші сұрақ: бүйрек және басқа да зәр шығару мүшелерінің аурулары адам ағзасы үшін қауіпті, зәр шығару жүйесі ауруларының сипаттамалары арасындағы байланысты анықтап, иә немесе жоқ жауабын кестеге неғыламыз, толтырамыз. Яғни мына жерде сіздерге бірінші 6 сұрақ болып тұр, сұрақ беріп тұр, сол сұрақ бойынша тұсына иә жоқ жауабын қоямыз. Келесі екінші сұрақ: пиелонефрит және цистит бір-біріне байланысты аурулар. Цистит белгілері тез байқалады, ал пиелонефрит жасырын өтеді. Сондықтан цистит ауруына күмән туған кезде пиелонефритті анықтау үшін тиісті анализдер тапсыру қажет. Бірінші сұрағымыз: бүйректің қабыну бұл мәтін бойынша бүйректің қабыну қалай аталады? Яғни мына жерде сіздерге 4 вариантты жауап тұр. Тез сол бойынша бір жауабын белгілеп шығамыз. Дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз балалар. Енді одан кейін балалар, мен цифрлық платформа арқылы сіздерге тапсырма ұсынғым келіп отыр. Яғни бүйрек ауруларына байланысты бүгінгі өткен жаңа тақырып бойынша бірнеше бүйрек ауруларын өттік. Сол жерде Word платформасы арқылы сіздерден тапсырма алғым келіп отыр. Одан кейін енді балалар, біз жалпы бүгін бүйрек аурулар туралы көптеген мағлұматтар алдық. Енді осы бүгінгі сабағымызға кері байланысты білім қоржыны арқылы кері байланыс беріп жіберейік. Жаңа үй тапсырмасын аламыз балалар. 19 параграфты оқимыз және бүйрек аурулардың бірнеше түрлері бар. Соның біреуіне біз эссе жазып келеміз.